Қамқор әке, асыл жар, ардақты Азамат Сопыбек Ерментайұлын сағынышпен еске аламыз. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, тыясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Расында өмірдің ақиқатын дөп басып жырлаған бұл шумақтар өмірден өткен күл марқұмдардың атынан ұрпаққа үн қатып тұрғандай. Иә, жазмыштың бұйрығы болған соң, адам баласы маңдайына жазылған тағдыры таусылған сәтте мәңгілік бақи дүниеге аттанады. Бірақ осынау өкінішті жалғанды өмірде қанша өмір сүргеніміз емес, қалай өмір сүргеніміз маңызды емес пе? Сондықтан артта қалған ұрпаққа марқұмның өмірінен өнеге алып, өз қарекетін жалғастырмақ керек. Мәндіде мағыналы өмірлік сапарын аяқтап, артынан өнегелі ізін қалдырып, кейінгіге қол бұлғап кеткен абзал азамат, асыл жар, ардақты әке, немерелерінің қамқор атасы, ағайынның сыйлысы Ерментайұлы Сопыбек ағамыз еді. Ада-тегін Айман, Балталы, Арғымақ әулетінен тараған Сопыбек Ерментайұлы 1948 жылы 10 наурызда қазіргі Төле би ауданы Ленгер қаласында дүниеге келген. Әкесі Ерментай ұзақ жылдар бойы кен орнында маңдай терін төгіп бауырларына тірек болып, аяққа тұрғызды. Анасы Әсел 5 перзент өмірге келген, бағып қыққан алтын құрсақты ана. Сопыбек ағамыз шаңырақта 5 ағайынның екіншісі еді. Сопыбек ағамыз 1955 жылы нөмірі 2 Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте оқуға барып, 1966 жылы 10 сыныпты орта бөлімді үздік нәтижемен тәмамдаған. Ағамыз мектеп қабырғасында жүріп спорттың сан алуан түрлерін игерді. Музыка саласына қызығушылық артып, сан түрлі аспаптарда ойнауды меңгерді. 1967-69 жылдар аралығында Андрополь қаласында отан алдындағы әскери борышын абыроймен өтеп келді. Содан кейін Сопыбек ағамыз педагогикалық институтының физика-математика факультетінде оқып, жоғары білім алып шықты. Студенттік шағында болашақ жары апамызбен танысып 1971 жылы отау көтеріп, өмірлік жолын бірге жалғастырды. Тәңірдің қалауымен дүниеге 2 қыз бен 2 ұл келді. Жоғары оқудан соң балалық шағындағы ұшқыш болу арманы орындалып, Алматы қаласына жұмысқа орналасты.
авиацияда қызмет жасап жүріп, қосымша 2 жыл бойы балаларға білім беріп, ұстаздық қызмет атқарды. 1977 жылы Шымкент қаласында полиция қызметіне орналасты. 1980 жылы қызметтік қажеттілікке байланысты Түркістан қаласына ауысты. Құтты шаңырағында тату-тәтті өмір сүріп, қызын қияға қондырып, немере сүйді. Құда жекжат ағайын туыспен дос жарының арасында абыройлы болды. 1992 жылы Сопыбек ағамыз ұзақ жолының нәтижесінде зейнетке шықты. Қысқа ғұмырында елге сыйлы, абыройлы азамат болып артынан өшпес із қалдырды. 1995 жылы 47 жасында өмірден өтіп, мәңгілік мекеніне аттанды. Қазіргі таңда Алланың қалауымен 14 немере 2 шөбере бар. Артында қалған ізгі ұрпақ салиқалы ғұмыр кешіп, әруағына Құран бағыштап дұға тілек тілесе, марқұмның соңынан сарқылмас сауап жазылып отыратындығы айтылады екен пайғамбардың хадистерінде. Ардақты әке рухына тағзым етіп, болмыс бейнесін еске алып, ата салттың ақ жолымен ас беріп жатқан жұбайымен ол қыздарының ниеті қабыл болғай. Сопыбек ағамыздың рухына Алладан рахым, пайғамбардың шапағатын тілейміз. Артында қалған ұрпақтарына кең пейіл, кетпес дәулет, ырыс ынтымақ, береке бірлік нәсіп болғай. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барғада шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған.